Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді шарлотка пирогын пісіреміз, яғни алма бәлішін сіздермен қаламқас. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте керемет шығатын пирогтың рецептімен бөлісіп сіздермен дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге қажет заттар: алма қажет, 2 алма, 3 жұмыртқа, 160 грамдай ұн қажет, 160 грамм шекер қажет, 30 грамдай сары май қажет и қамыр қопсытқыш қажет. Ең алдымен алмамыздың біреуін салмамызға саламыз. Сол үшін майдалап турап аламыз, кубиктеп. Осылай майдалап турап аламыз барлығын. Мінекей алмамызды турап алдық. Енді ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, жарып салып аламыз. Üstüne şekerimizi salып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Аппақ көк болғанша араластырамыз. Осылай бір келкі масса болғанша араластырып алдық. Енді үстіне ұнымызды саламыз. Барлығын бірден салуға болмайды, ұнымызды бөліп саламыз. Қамыр қопсытқышты мен бір пакетін салдым. Енді араластырып аламыз. Енді үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Мінекей массамыз осындай болып дайын болды. Енді дайын болған массамыздың үстіне тураған алмаларымызды саламыз. Осылай араластырып аламыз. Дайын болды массамыз. Мен 20 диаметрлік форманы қолданамын. Осындай пергамент қағазын төсеп, астын майлап жүремін. Жандары жақсы алыну үшін кішірек майлап жүремін. Енді үстіне массамызды құямыз. Мінекей формамызға осылай құйып алдық тестамызды. Мен үстіне әсемдеу үшін алманы осылай турап сап аламыз. Осылай колонкаға құрайсыздар, сопақшаға. Мінекей дайын болды. Осыны 180 градусқа пешке 20 минутқа саламыз.
Dostlar, pирогымыз pişip çıktı. Öte әдемі, қарапайым рецепттен тұрады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен қаламқас. Сіздерге жасауға кеңес берер едім. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.